Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отан үшін от кешкендер. Сабақтың мақсаты мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайды. Әдеби тілдік норма оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Сабақтың бағалау критериялары берілген мәтіннің тақырыбын анықтау, негізгі айтайын деген ойды нақтылайды, оқшау сөздердің қызметін түсінеді, оқшау сөздерді ажырата біледі. Енді оқылым тапсырмасына кезек берсек. Зұлмат соғыс. Осы бір шағын тіркесті айта қалсаң, көз алдыңа әлемнің ауыр қасіреті келеді. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына, жеріне деген патриоттық сезімі мен жанқиярлық ерлігін көрсетті. 500-ден аса жерлесіміз, оның ішінде 96 қазақ Кеңес одағының батыры атағын алды. Қазақстандық Кеңес одағының батырлары арасында қарулы күштердің барлық түрі мен құрама өкілдері, мамандары және қатардағы жауынгерден дивизия командирына дейінгі әскери атағы бар адамдар болды. Олар Талғат Бегелдинов, Мәлік Ғабдуллин, Нұркен Абдыров, Мәншүк Маметова, Әлия Молдағұлова және басқалары. 1941 жылдың ызғарлы 15-16 қарашасында басқыншы неміс фашистері Кеңес одағының астанасы Мәскеу қаласына жойқын шабуылын бастады. Қазақстанда жасақталған генерал Иван Панфиловтың басқаруындағы 316 атқыштар дивизиясының 1075 атқыштар полкінің жауынгерлері мұздай қаруланған 2 есе көп жауға Дубосеково разъезінің түбінде қарсылық көрсетіп, қайсарлық пен ерен ерліктің үлгісін көрсетті. Оның ішінде 28 Панфиловшы батырдың бір қадам кері шегінбей қасық қаны қалғанша айқасатыны да осы тұс. Жауға шайқастар майданның алдыңғы шебінде ғана емес, алыстағы қазақ ауылдарында да жүріп жатты. Сол жылдары Қазақстан миллиондаған босқынды өз бауырына аналық мейірімімен тарта білді. Қазақстандық халық күн-түн демей астық алқаптары мен зауыттарда еңбек етіп, майданға керекті оқ-дәрі мен азық-түлік жеткізуші үлкен арсеналға айналды. Еңбек даласында бел жазбай, жұмыс істеген әйелдерсіз, қарттарсыз, буыны бекмесе де иықтарына үлкен ауыртпашылық түскен жас өспірімдерсіз жеңіс күнін көзге елестету мүмкін бе? Оқушылар мәтінді тыңдадық, енді осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Негізгі мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз және ой түрткі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: соғыс дегенде алдымен көз алдымызға не елестейді? Екінші: батыр ата-аналарымыз ел үшін, жер үшін, ұлы жеңіс үшін қалай соғысты? Үшінші сұрақ: тылдағы қариялар, әйелдер мен балалар қалай еңбек етті? Төртінші сұрақ: қалай ойлайсыздар, сол кездегі балалардың балалық шағы болды ма? Енді осы тақырыптың дескрипторы мәтінді мұқият оқиды, негізгі ойды анықтайды, сұрақтарға жауап береді. Оқушылар оқылым тапсырмасын, яғни қалыптастырушы бағалау арқылы бағаланады. Жұлдызды баспалдақ әдісі арқылы бағалаймыз. Енді әдеби тілдік нормаға кезек беретін болсақ, бүгінгі өтетініміз оқшау сөздер. Оқшау сөздер дегеніміз не? Сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сол себепті сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек айтылатын ойға қатысты бар сөздер кездеседі. Ондай сөздерді оқшау сөздер деп аталады. Оқшау сөздердің түрлері: қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөздер. Қаратпа сөздер дегеніміз не? Тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылады. Мысалы, жолдастар: майданда біздің әскерлер жан аямай соғысуда. Бұндағы жолдастар деп отқанымыз қаратпа сөз. Екінші: қыстырма сөздер. Қыстырма сөздер дегеніміз сөйлеушінің айтылған пікіріне әртүрлі көзқарасын білдіреді. Мысалы, демек біз жеңеміз. Демек бұл қыстырма сөз. Үшінші: одағай сөздер. Одағай сөздер дегеніміз айтушының көңіл күйін білдіру үшін қолданылады. Мысалы, алақай: біз жауды жеңдік. Бұндағы одағай сөзіміз алақай.
Оқшау сөздердің белгілері қандай? Бірінші, сөйлем мүшелерінің қызметін атқара алмайды. Екінші, өзге сөздермен байланысқа түспейді. Үшінші, сөйлем ішінде жеке тұрады, тыныс белгісі арқылы ажыратылады. Енді осы оқшау сөздерге байланысты, яғни әдеби тілдік нормаға байланысты тапсырма орындаймыз. Оқушылар екінші тапсырмаға кезек берсек, екінші тапсырма оқулықта берілген оқитын болса, мәтіннен оқшау сөздер тауып түрлеріне қарай ажыратыңдар. Бірінші сөйлемді оқитын болса, менің жастығым адам баласының қызметіне берілді. Бұл сөйлемде оқшау сөздер жоқ. Екінші, мүмкін мен жастығымды қайыра алмаспын. Бұндағы оқшау сөзін мүмкін, қыстырма сөз, әрі қарай өздерің орындайсыңдар тапсырманың дискрипторы мәтінді түсініп, оқып, талқылайды, оқшау сөздерді табады, оқшау сөздердің түрін ажыратады. Тапсырманың қалыптастырушы бағалауы эмоция кестесі арқылы бағаланады. Енді оқушылар жазылым тапсырмасына кезек беретін болса, жеңіс деген сөз берілген, сол жеңіс деген сөзді кластер арқылы орындаймыз. Жазылым тапсырмасының дискрипторы өз ойларын еркін жеткізеді, және осы жазылым тапсырмасының қалыптастырушы бағалауы 3Q, яғни қиын мәлімет, екінші құнды мәлімет, үшінші қызықты мәлімет арқылы бағаланады. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты үй тапсырмасын аласыңдар. Оқулықтағы 137-ші бетте 5-ші тапсырма бар. Бұл тапсырмада берілген газет журналдар мен ғаламторды пайдаланып, еліміз үшін жан аямаған ардақты азаматтар туралы мәлімет жинақтаймыз, және оқшау сөйлемдерді қосып, бірнеше сөздерді жазасыңдар. Бүгінгі сабақтың кері байланыс SMS арқылы өз ойларыңды жазып қалдырасыңдар. Бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.